Тікелей эфирде Рауан бағдарламасы бүгінгі күннің тақырыбын менің арманым деп алып отырмыз. Құрметті көрермен, аталған тақырып аясында хабарласып, пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Ал дәл қазір студиямызға келген қонақ бар екен, таныстыра өтейін. Студиямызда тігінші Салтанат Жамбыл есімді ханым келіп отыр екен. Ал Салтанат ханым, көңіл күйіңіз қалай? Қалай жеттіңіз? Жақсы, рахмет. Жақсы жеттім. Тамаша. Ал енді құрметті көрермен, байқап отырғандай, Салтанат ханым біздің алдымыздағы дүниелердің иесі. Яғни кимешек, анда тұрған Әкімжанның алдындағы кереметтей сөмке және мұндағы кішкене балалар киімі. Тамаша. Ал енді өзіңіздің дүниелеріңізді таныстыра өтсеңіз, бұйымдарыңызды. Саламатсыздар ма? Мен алдымен өзім таныстырайын. Есімім Салтанат. Өзім үшін тігін қол өнерім жақсы көрдім, хоббиім ретінде алып шықтым. Алдымен мен балабақшаға киімдер тіге бастадым. 2-3 жастағы жилетка и ақ кофта юбкасымен тіктім. Белдемшесімен, белдемшесімен. Кимешектерді, одан кейін кимешек тігіп бастадыңыз. Кимешектерімі осы жылы наурызда сатылымға шығардым. Әлеуметтік желіге де салдым. Жақсы өтті десем де болады осы жылы. Тамаша. Ал енді бұл білімдерді қайдан алдыңыз? Сол туралы сұрасақ. Осы білім анаға тағзым орталығында тігін курсы барып, Жазира Жолдабай қызы ұстазымнан білім алдым. Білмегенімді үйрендім. Машинкаға отыруды үйрендім, үлкен машинка. Мен үйімдегі кішкентай машинка. Рахмет анаға тағзым орталығына. Білмегенім бәрін үйреніп, ары қарай дамытып отырмын. Ал енді білуімізше, дәл осы кимешектерді негізі өз біліміңізден үйренген екенсіз. Дұрыс қой, иә? Ал қалай үйрендіңіз, қаяқтан көрдіңіз, немесе анаңыз, немесе енеңізге үйретті ме деген секілді ғой? Ең бірінші себепкер болған енем. Наурызға табанасына кимешек керек болды. Үйдегі ескі орамалдардан, нелерден тігіп алдымен шығардым. Содан кейін жыл сайын нелерді, оюларды, нелерін дизайн өзгертіп, ары қарай дамыта бердім. Бұл жерде енеме алғыс айтамын, өйткені себепкер болған сол кісі. Тамаша. Ал енді кішігірім кәсіп бастау ойда бар ма алдағы уақытта? Әлде бұның өзін кәсіпке айналдырып отырсыз ба? Бастапқыда бірінші мен 25 жасымда жұбайым кішкентай машинка подарок етті. Содан үйде реставрация ашып қойғам. Бала қысқартудан бастардым ең бірінші. Сөйтіп жайлап тапсырыстар алып түстім. Енді жайлап көтеріп келе жатырмын. Алда уақытта не бар? Ойымда бар. Ойда бар. Тамаша. Салтанат ханым, енді бүгінгі біздің тақырыбымыз менің арманым. Енді сіз бала күніңізде нені армандадыңыз? Және сол арманға қол жеткіздіңіз бе? Орындалды ма? Мен бала күнімнен қазір есіме түсірсем, куклаларыма кішкентай киімдер тігіп бастаған екен. Сөйтіп өзіме ұзын юбкалар тіктім, өзім мамамның ескі машинасымен тігетін. Содан мамам айтып отырады, сенің ата тегіңде тігіншілік не бар деп, содан дарыған өнер деп ойлаймын. Қазір енді менің арманым сол үлкен цех ашып, бірақ көбінесе мен қазақи нәрселерді қатты ұнатам. Соларды дамытсам екен деймін. Болашақ арманым. Тамаша. Ал енді өзіңіз айттыңыз, жаңа наурызда осы кимешектерді әлеуметтік желідегі сатылым түрлерінде де саттым дедіңіз. Жалпы бір қызық сұрақ қойғым келіп отыр, енді пайда жағын сұрағым келіп отыр. Қалай пайда өзіңіз ақтай алды ма? Пайда кереметтей шығара алдыңыз ба? Ойыңыздағы соманы көтере алдыңыз ба деген секілді. Сондай ба сенің? Шыны керек, мен негізі пайданы қатты ойлаған жоқпын. Главное, клиентімнің көңіліне шықса екен дедім. Әдем болып шықса, болды дедім. Өзім керемет бір пайданы ойлаған жоқпын. Бірақ сіздің де клиентіңіздің де көңіліне шықса екен дедім. Бірінші мақсатым шықтым ғой. Шықты. Тамаша. Бұның өзі де бір жетістік. Енді өзіңіз тігін курсын аяқтадыңыз анаға тағзым орталығында. Енді қанша уақыт білім алдыңыздар, қанша уақыт үйрендіңіздер?
екі ай оқыдық, бәрін үйрендік десек те болады. Шалбар тігуді, жилетка тігуді, қосымшаны сумка тігуді үйретті, и моншақтан сумка тігуді үйретті. Мен олар туысқандарыма подарок еткеннен кейін алып келе алмадым оны. Жақсы білім болды десем болады. Тамаша. Ал енді бұл сөмкелерді тігу туралы сұрақ қоймақпын келесі. Жалпы енді қазіргі уақытта сөмкелеріңізді сатылымға қойып жатырсыз ба? Сөмке тігуді дәл осы кимешек тігудей ерекше жақсы көріп ынтамен жасайсыз ба? Қызық. Шын айтып, сумка тігу онша бүйтіп алдыға қарай не істемеппін, ары қарай қолдамадыңыз. Кимешекті ал отырсам болды, бітіргенше жаным қоймай не істеймін? Тігіп бітіресіз? Тігіп бітірем. Кимешек білмеймін, өзіме жақын не істеп тұр. Сумкадан көрі. Ал енді кимешекті, бір кимешекті толық дайындауға қанша уақытыңызды жұмсайсыз? Бір күн ғой. Бір күнде бір кимешек. Иә, бір күнде бір кимешек. Ал енді ең үлкен тапсырысыңыз туралы әңгіме айтайықшы. Ең үлкен тапсырысыңыз, ең көлемді болып, бір жағы қуанып, бір жағы ту шаршап кеттім ау деп қиналған кездер. Иә, ең үлкен тапсырысым Қарағанды облысы Қарқаралы ауылдан келген 14 ба кимешек келді. Сол кезде Қазпоштадан саж жергенде бір сезімді айтамын. Андай бренд кимешегін кетіп баратқандай өзімді керемет сезіндім сол кезде. Қарқаралыға кетті. Енді соған қарағанда әлеуметтік желі жүргізеді секілдісіз ғой? Инстаграм, тикток жүргіземін. Сол арқылы клиенттерім де келеді. Бұлай әлеуметтік желі арқылы да клиенттерім келіп жатыр, Құдайға шүкір. Енді барлай қарасам, мына осы кимешек, ана кимешектің, мынау күндігі дейді. Күндігі? Мынау кимешектің іші. Мынау екі түрлі фасонда тігілген негізі. Міне, мынау күндік дейді. Мынау басқаша түрі, бұл мынаусын түндік дейміз да, мынаусы күндік. Мына ішіндегі кимешек. Бұл басқаша, басы бұның шаңырақ болып келетін. Неке шаңырақ болып келетін. Мына материалдарына қарай бағасында өзгеріп тұрады. Бұны енді көбінесе апаларымыз келеді ғой. Апаларымыз да қазір мектептің нелері де уже талап етіп жатыр екен. Наурызда мектептің ұстаздары көп сұрады. Ал енді тағы да бір киім, мынау енді біздің бүлдіршіндерімізге арналған балабақшадағы. Бұл киім де өте бір әдемі ерекше екен. Бұндай киім тігу идеясы қаяқтан пайда болды? Қызыма ертесі утренникке киім керек болды. Бәрібір оқиғамен байланысты, иә? Табан астына кофта керек, мына өзімнің кофтам етін, оны қысқарттым да. Қызыма кофта істеп бердім. Мына жилетка двухсторонний дейді. Екі жақты киілі. Несі? Ішімен де сыртын, мынау юбканы өзім қызым кішкентай. Сол кішкентай қойып тік бердім. Бір күн тақалған кезде айтса, сіз қиналмайсыз, базар алдағанда. Ондай кезде жақсы екен. Барлығы келіп тұрған кезде керемет шығатыны анық. Ал енді тамаша. Ал болашақ туралы әңгіме етейік. Болашақта осы кәсібіңізді жалғастырғыңыз келеді ме? Жалпы анаға тағзым орталығын оқыған жаңа Венера ханымды көрген боларсыз. Венера ханым айтып жатады, негізі өзімнің оқыған мамандығым есепші бухгалтер деп. Бірақ қазір істеп отқан кәсібім мүлдем бөлек деп айтты. Сізде де солай? Менің оқыған мамандығым фармацевт, медицина, бірақ тігіншілікке бет бұрып кеткем. Ал енді ол сала бойынша жұмыс істеп көрдіңіз бе негізінде? 2016 жылы бітірген, бірақ 2016 жылы тұрмысқа шықтым, әлі декреттен декрет. Одан ары қарай кәсіп? Кәсіп, сонымен әлі тоқтап тұру диплом. Енді болашақта ол кәсіпке, ол жұмысқа қайта бару, әлде осы дұрыс деп есептейсіз бе? Пока екі ойлы болып жүрміз сол. Дипломын күйіп кетпеу үшін істегім келеді, бірақ что-то мен мамандығы емес сияқты деп ойлаймын. Тартпайтын секілді деп айтасыз. Тамаша, керемет.
Енді ол мамандықты қалай таңдадыңыз? Ол мамандықты керек мамандық деп таңдадық қой. Химиядан пән таңдадым ғой. Химиядан сол сала ғана неден фармацевт саласы жақсы дамып тұрды да, содан таңдадым. Ата-анаңыздың ықпалы болды ма ол саланы таңдауыңызға? Негізі ата-анам өзіме қалдырды ғой. Қызым не таңдасаң да сені қолдаймыз деді. Сол кезде тігіншілік таңдау деген ой бекер. Ол кезде соны ойламаппын сол кезде. Сол кезде тігіншілікке кетуім керек еді деп. Енді өкінесің ғой. Десе де өкінбеңіз, оның да бір қайыры деп айтып жатады ғой. Оның да бір жақсы бір тұсы кездесіп қалар. Ал енді үстіңізге киім, жылтырақтар көзім жауын алып тұр. Бұл киімді өзіңіз тіктіңіз бе, жоқ әлде? Бұл киімді мен пока үлкен адамдарға киім тігіп бастаған жоқпын, енді бастасам ба деп отырмын. Мына дайын джинсовканы алдым да, үстіне вышивкамен бисерлеп өзім тігіп шықтым. Тамаша, бұл да керемет өнер. Керемет. Ал енді осындай кәсіп бастағысы келетін қыз балаларға қандай кеңес айтар едіңіз? Тігіншілерге, жас тігіншілерге, иә. Тігіншіге ең бірінші тігіншіге сабырлық. Көп отыратын жұмыс қой, майда жұмыс. Ең бірінші сабыр болу керек деймін. Ең бірінші сабырлылықты талап етесіз. Тамаша. Ұқыптылық, тиянақтылық. Сондай. Алдағы уақытта өзіңіздің енді брендіңіз қалыптасып жатқан жағдайда қандай атау беретін едіңіз? Сол жағын ойландыңыз ба? Сол ойланып жүрмін. Қызымның атын бергім келеді бір жаңа, Рауза деп ше, Рауза бренді деп. Соны ойлап жүрмін. Ал бір жағы? Өзімнің есімімді бергім келді, атым өшпесе екен деп салтанатты. Енді алдағы уақыттың еншісінде қалдырдыңыз. Этикетка, логотип ойлап жүрмін. Өзімден соткадан кішкене андай нелерді жасаймын. Соны істеп, мысалы өткендегі қарқаралыға өзім логотипін істеп жіберген едім бір. Ол кезде қандай немен бердіңіз логотиппен? Кімнің есіммен бердіңіз? С деп инемен қойып сөйтіп жіберген едім. Өзіңіздің бәрібір өзіңіздің есіміңізді таңдап тұр екенсіз? Тамаша, керемет. Ал енді осы кәсіпті бастайын деген кезде қолдау, кімнен қолдау алдыңыз? Тіпті материалдық тұрғыдан болмаса да, моральдық тұрғыдан деп айтып жатамыз ғой. Сізге қолдау берген адамдар кімдер болды? Ең бірінші осы машинканы сатып әперген кезде, сатып әперген подарок етті ғой маған күйеуім, жұбайым. Ата-енем қолдау көрсетті ең бірінші. Енді тігінге білесіз ғой, тіккен бөлмеге қандай болатыны шашылып несі. Сол кезде ата-енем ештеңе деген жоқ, жұбайым ештеңе деген жоқ. Сол қолдау ең бастысы. Тамаша. Ал енді қалай үлгересіз деген сұрақ қояйықшы. Өзіңіздің балаларыңыз бар, енді әйел адам болғаннан кейін үй шаруасы бар. Мысалы шындығы керек, күндіз вообще үлгере алмайсың. Тек қана түнде ғой жұмысың. Балаларды ұйықтатып, түнде отырып жұмыс істеу ғой. Түнде отырып жұмыс істейсіз. Сабақтар бәрін оқытып, тамағын беріп. Иә, бәрін ұйықтатып, өзің бір сағатта ұйықтап аласың, сонымен ары қарай түнде. Түнде жұмыс істеген рахат, еш ойламайсың. Музыкаңды қойып қойып, жайлап отырсың. Істей бересің түнде. Ал күндіз анау мамасу анауын деп келеді, сонымен тігінің де жайында қалады, жұмысың да не болады сонымен. Ал енді осы тігін саласында бір үйренгім келеді деген қандай да бір өнер түрі бар ма? Туынды. Үлкендерге киім негізі, взрослый киімдер. Солар тігіп, қазақи нақышта, соны қатты үйренгім келіп жүр. Неше түрлі болып. Жалпы енді ол жағынан база бар сізде? База бар. Енді соны табандылық жасап, дамыту? Иә, адамдардан өлшемін алып, дайын лекалармен емес, өлшемін алып, сонымен тігіп. Өзіңіз пішіп, істегіңіз келеді. Ал енді тігіншілерді айтып жатады ғой, көп жағдайда киімді тіккен емес, пішкен қиын деп. Бұл пікірмен қаншалықты келісесіз? Сол уақыт алады аха. Көп өлшемін аласыз, оны өлшейсіз, қосасыз, көбітесіз,
сызасыз матаға көп уақыт алады. Шынында қиын пішу. Шынында. Ал тіккенде отырасың, болып бір орында отырып, деп тігіп отыра бересің. Сіз көбінесе қандай матамен жұмыс жасайсыз? Көбінесе негізі оңай матана, габардин, милана, қатты маталармен жұмыс істеген оңай. Ал созылмалы маталармен жұмыс істеген қиындау кішкене. Ал велюр матамен вообще машинкаң шаңға толып қалады, үйіңде шаңға толады, сонымен қиын онымен жұмыс істеген. Ал енді бұл қазақи киімдерден бөлек, енді кимешектерден бөлек басқа да бір киім тігу ойда бар ма, қазақи нақыштағы? Басқа сол ойламамын. Көбінесе сол, білмеймін, не киген қазақ нақышта қатты қызған. Басқа спортивный, андай нелерге онша былай қызық көрмеппін. Ал енді ою өрнектерді қалай дайындайсыз, қалай кесесіз? Сөздің ашығы дайын оюлар солардың шығарып істеймін ғой. Ал енді Салтанат ханым, сізге алғысымызды білдіреміз, тамаша керемет сұхбатыңыз үшін. Кәсібіңіз алға домалай берсін, отбасыңыз аман деніңіз сау болсын дейміз. Рахмет сіздерге. Бастысы шынайылығыңыз үшін рахмет, сіздің келіп отырып. Құрметті көрермендер, енді бізге берген уақыт өкінішке қарай өз мәресі жетіп қалыпты. Біз сіздермен қимай қоштасамыз. Күнделікті жамбыл телеарнасы қосулы болсын. Рауан бағдарламасын тамашалаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.